Жалдамалы пәтер сатып алу құқығымен. Дәл осы бағдарламаның талаптары, шарттары, табысқа байланысты шектеу, отбасы банк пәтерді қалай үлестіріледі, 1414-тен SMS қай нөмірге келеді, қанша күннің ішінде жауап беру керек, пәтер жалпы процентный соотношение кімдерге қалай бөлінеді, осы жайында толық айтып беретін боламын. Ардақты ағайын, видеоны соңына дейін тыңдаңыздар. Ең бірінші видеоны бастамас бұрын мына голосовойды естіңіздерші, қараңыздаршы, масқара. Рүстем мырза, саламатсыз ба? Мен 2005 жылдан бері үй кезегінде тұрмын. Менде бірақ доход жоқ. Сол жалдамалы пәтер алып беруге бір кісілер көмек береміз деп 1 миллион теңге сұрап тұр. Сондайға жүгінгенім дұрыс па? Қалай ойлайсыз? 1 миллион теңгеге жалдамалы пәтер сіздерге алып берем деп жарнамасы жар-жалып тиктокта, инстаграмда, әлеуметтік желіде хабарлама тарап жатыр екен. Ардақты ағайын, сіздерге айтайын, жалдамалы пәтер ешқандай делдалсыз сізге отбасы банктың жүйесі компьютер хабарлама жібереді. Сіз тегін үйді аласыздар. Қазір осы видеоны соңына дейін тыңдаңыздар. Үй кезегінде тұрған таныстарыңыздың барлығына таратыңыздар. Ең бірінші мына жерге қарасаңыздар, мен жазып қойдым әдейі. 2025 жылы бір күнкөріс деңгейі 46.228 теңгені құрайды. Бұны есте сақтаңыздар. Егер дәл осы видеоны 2026-2027-де көріп тұрсаңыздар, сол жылдың күнкөріс деңгейімен есептейтін боласыздар. Кеттік. Талаптары өте қарапайым. Тұрғын үй кезегінде болуыңыз керек. Тұрғын үй кезегіне кімдер тұра алады? Соңғы 5 жыл атында баспанасы жоқтар. Өзінің және отбасы мүшелерінің атында да үй болмау керек. Ерлі зайыптылар болса, әйелінің, күйеуінің, балалары болса, балаларының атында үй болмау керек. Кей азаматтарға сұрақ қою мүмкін, 18-ге толмаған балада қандай үй, не айтып жатсың деп. Ата-аналар болады кейбір әл ауқатты, я? Атасы, апасы өзінің немересіне жаңағы дарыстыны пәтер береді да. Вот сондай үй тіркеліп қалса, үй кезегіне тіркеле алмайсыздар. Ары қаратай отбасының табысына шектеу бар. Яғни сіз ауқатты болсаңыз, зарплатаңыз көп болса, мемлекеттен жалдамалы пәтер ала алмайсыз. Осыған қазір толығырақ тоқталатын боламыз. Мұқият тыңдаңыздар, қаламдарыңызды алып жазып отырыңыздар. Табысқа байланысты шектеу. Егер отбасының мүшелер саны жалпы бір семьяда 2 адамға дейін адам болса, 2 адамға дейін. Онда отбасының табысы жан басына бөлгенде әр адамға 3/5 күнкөріс деңгейінен аспау керек. 3/5-ті мына 46.228-ге көбейтеміз. Әр адамға 161.798 теңге зарплатадан аспау керек. Бұл бір адамныкі. Осындай зарплата болу керек емес. Осы зарплатадан асып кетпеу керек. Мысалы, жетім бала үй кезегінде тұр. Үйленбеген, жалғыз өзі. Оның зарплатасы 200 мың теңге алатын болса, қолына өкінішке орай қатыса алмайды. Ал оның зарплатасы 50 мың, 60 мың, 20 мың, тіпті зарплатасы жоқ болса, онда қатыса алады. Мына сомадан бір адамның табысы асып кетпеу керек. Бұл отбасында 2 адамға дейін болса. Енді отбасында 3 немесе одан да көп адам болатын болса, ол көп балалы ана болуы мүмкін, ол ерлі зайыптылар 2 баласы болуы мүмкін, ол мүмкіндігі шектеулі бала тәрбиелеп отқан ата-ана болуы мүмкін, жаңа семьясында 5-6 баласы бар, е? Ол кезде отбасының табысы жан басына бөлгенде әр адамға 2 күнкөріс деңгейінен аспау керек. Мына 2-ні 46.228-ге көбейтсек, әр адамның табысы 92.456 теңгеден аспау керек. Отбасында 3 немесе одан да көп адам болса. Мысал ретінде папасы мамасы жұмыс жасайды. Отбасында 2 баласы бар. Жалпы сонда 4 адам. Әйелі, күйеуі, 2 баласы 4 адам. Папасы 100 мың алады. Мамасы 100 мың теңге зарплата алады. Екеуінікі 200 мың теңге зарплата. 4 адамға бөлетін болсақ, әрқайсысына 50 мыңнан айналады. Яғни олар қатыса алады деген сөз. Егер оның зарплатасын әр отбасы мүшесіне бөлгенде әрқайсысына 100 мыңнан айналса, онда өкінішке орай қатыса алмай қалады. Яғни зарплатаңыз асып кетсе, өкінудің қажеті жоқ. Сіздер 2-10-20 және 5-10-20 деген мемлекеттік бағдарлама, ол кредиттік жүйе, соған қатысасыздар. Түсіндіңіздер, табысқа байланысты осындай шектеу бар. Енді қандай шарттарын орындау керек? Міндетті түрде сіз осы шарттарды орындауыңыз керек үй кезегінде тұрсаңыз. Ең бірінші, ешқандай да конкурс жоқ. Бір жаққа барып, өтінім беріп, конкурске қатысып, заявка тастау керек емес. Үстеме төлем, переплата, процентный ставка, доход растау деген ондай жоқ. Ондай мүлдем жоқ. Конкурс жыл кезегіне байланысты болады. Кім ерте үй кезегіне тұрды, пәтер соған бұйырады. Болды, басқа ешқандай талап жоқ.
ары қаратай ең бірінші сіз мынаны міндетті түрде орындауыңыз керек. егов сайтына нөмір телефоныңызды тіркеуіңіз керек. Күнделікті қолданып жүрген телефон нөміріңіз бар ғой, соны міндетті түрде база мобильный граждан дейді, БМГ. Міндетті түрде регистрация жасап, тіркеп, ЭЦП кілт ашып қоюыңыз керек. Онан кейінгі екінші қадам. Отбасымнан келіп, отбасы банкіне келіп, депозит ашу керек. Және мына еговта тіркелген нөміріңіз, тура сол депозит ашқан кездегі нөміріңіз екеуі сәйкес болу керек. Отбасы банк депозит ашқанда басқа нөмір, еговта басқа нөмір, біреуден қашып-пышып өйту керек емес. егов сайтында қандай нөмір тіркедіңіз, отбасы банктен депозит ашқанда тура сол нөмір тіркейсіз. Ары қаратай ноутбук немесе компьютермен өркен отбасы банк кз сайтына кіресте, ЭЦП кілтіңізбен жеке кабинетке кіріп, мына видеодан көрсеңіздер болады, толық айтылған осы Instagram каналда. Дербес деректерді жинауға және өңдеуге рұқсат бересіз. Бұл міндетті түрде керек. Оны кейін сіздерге түсіндіремін, не үшін керек. Ары қаратай сол өркен сайтынан рұқсат бергеннен кейін сізге уведомление шығады, отбасы банкінен хабарлама алуға келісім деген. Сол жерде де я деп жауап бересіз. Міне осы шарттарды міндетті түрде сіз орындауыңыз керек. Түсіндіңіз ғой? Осы шарттарды орындадыңыз. Енді ары қаратай отбасы банк жаңа дербес деректерді жинауға және өңдеуге рұқсатыңызды бердіңіз ғой. Соның аясында бүткіл мемлекеттік мекемелерден сіздің данныйларыңызды сұратады. Интеграция боларда бар. Жаңа рұқсаттың аясында сіз рұқсат беріп тұрсыз уже. Ары қаратай отбасы банк сіз жайында деректерді жинайды. Сіз кімсіз? Қай жыл үй кезегіне тұрдыңыз? 18-ге толмаған неше балаңыз бар? Табысыңыз қандай? Прописка бар ма? Жұмыс жасап жатырсыз ба? Доход бар ма? Соның барлығын полностью өңдейді. Түгел өңдеп, зерттеп, дайындап, базада өзің сақтайды. Кейін қандай да бір елді мекенде, ол Астана болсын, ол Өскемен болсын, ол Тараз болсын, ол жаңа Шымкент болсын, мемлекет салған бір дайын тұрғын үй кешені болса, сол жерлерге пәтерлерді үлестіру басталады. Ешқандай делдалсыз отбасы банк сізге хабарлама жібереді. Ешкімге жаңағындай миллион теңге жіберудің қажеті жоқ. Барлығын жүйе, система өзі реттейді. Ол қалай реттелінеді? Ары қаратай тыңдаңыздар. Баспана жалпы қалай бөлінеді? Жалпы 100% пәтердің 70% мына 8 категорияға беріледі. Үй кезегінде тұрған. Олар кімдер? Ұлы отан соғысы ардагерлері және соларға теңестірілгендер. Қазір комментарийда жазуы мүмкін, олар бәрі өліп қалды ғой, олар жоқ қой деген сияқты. Заң бойынша бұлар жазылған. Мен оны айтуға міндеттімін. Түсінікті да? Ары қаратай басқа елді мекендердің аумағында ұрыс соғыс ардагерлері, ауған соғысының ардагерлері болуы мүмкін да? Келесі категория көп балалы отбасылар, 4 немесе одан да көп бала тәрбиелеп отырған отбасылар, үй кезегінде тұрған. Бірінші, екінші топ мүгедектері, мүмкіндігі шектеулі балалары бар немесе оларды тәрбиелеп отырған отбасылар, жесір ер, жесір әйел адамдары, вдовы дейді. Бұл 2025-тен бастап осы категория қосылды. Онан кейінгі жетімдер категориясы. Мысалы, қараңыздар, жалпы 100% пәтердің 70% осы 8 категорияға бөлінеді. Сол 70%-дің 20% мына жетімдерге беріледі. Көрдіңіздер ма? Қазір оны сіздерге мысал ретінде есептеп беретін болдым. Қалған 30% пәтер мемлекет қызметкерлері, бюджет сала қызметкерлері, медицина, мұғалімдер деген сияқты, балабақшада жұмыс жасайтын тәрбиелеушілер, толық емес отбасылар, зейнеткерлер және тағы басқа үй кезегінде тұрған категорияларға бөлінеді. Қалған 30%. Негізгі пәтердің 70% мына 8 категорияға тиесілі. Конкурс жыл кезегіне байланысты. Осылардың ішінде кім ерте үй кезегіне тұрды, пәтер соған бұйырады. Ары қаратай пәтер үлестіру қалай жүзеге асады? Міне, жыл кезегіне байланысты. Кім ерте үй кезегіне тұрды, соған беріледі. Баяғыдай бармақ басты, көз қысты, кімнің вознаграждениесі көп, біреуге миллион теңге беріп, өтіп кетуі деген ондай жоқ. Барлығы компьютерде, барлығы ашық, түгелі жаңа мемлекеттің бақылауында түгел барлығы. Өзіңіз де дербес компьютерден кіріп көре аласыз. Реально кім алды? Ол қай жыл үй кезегіне тұрды? Бәрін көре аласыз. Сондықтан ешкімге ақша төлемейсіз жалдамалы пәтерде. Енді мысал ретінде белгілі бір елді мекенде мемлекет үйді дайындады. Ол Астана болуы мүмкін, Тараз, Петропавл, Павлодар, білмеймін, кез келген Қазақстанның жерінде мемлекет бір
нысанды дайындады жалдамалы пәтерге беруге. И ол жерде 100 пәтер бар делік. 100 пәтер бар. Может ол 200 болуы мүмкін, может ол 500 пәтер болуы мүмкін. Мысал ретінде сіздерге түсіндірейін. Сол 100 пәтердің 70%, яғни 70 пәтер ғой, 70 пәтер. Мына категорияға, 8 категорияға тиесілі. Яғни, не істейді отбасы банк? Бағана сіз өркен отбасыбанк.kz сайтында дербес деректерді өңдеуге рұқсат бердіңіз. Яғни сіз жайында ақпараттың барлығын отбасы банк, табысқа байланысты, үй кезегінде қай жылы тұрсыз, 18-ге толмаған қанша балаңыз бар, отбасы мүшелер саны барлығын жинап уже компьютер өзінің жүйесіне сақтап тұр, мида сақтап тұр компьютерде. Ол базада бар. Жаңағы пәтер сайтқа шығады. Сол 100 пәтердің 70%-ы мына кісілердің арасында кім ерте үй кезегіне тұрды, соларға SMS хабарлама жібереді отбасы банк. 14-14-тен келеді SMS. Отбасы банкынан емес, 14-14-тен. Сол себептен мен бағана сізге айттым, онда шарттарында ЮГОВқа нөмірді тіркеу керек, отбасы банкінен депозит ашып, тура сол нөмірді тіркеу керек. Және сіздің сол нөміріңіз үнемі доступен болу керек. Балансы, единствен салып тұруыңыз керек. Недоступен болып SMS ала алмай қалсаңыз, өз обалыңыз өзіңізге. Оны қазір айтамын сізге. 70 пәтер мына категорияға беріледі. Сол 70 пәтердің 20%-ы, 14 пәтер, жетімдерге тиесілі. Түсіндіңіз ғой? Жалпы 100 пәтер, 100 пәтердің 70%-ы 8 категорияға. Сол 70-тің 20%-ын мынау жетімдер категориясына беріледі. Жетімдердің арасынан кім ерте үй кезегіне тұрды, соларға SMS хабарлама жіберіледі. Қалған 30%, 30 пәтер. Мемлекет қызметкері, бюджеттің сала қызметкерлері, толық емес отбасылар, зейнеткерлер, солардың арасында кім ерте үй кезегіне тұрды, соларға SMS хабарлама кетеді. 14-14-тен SMS кетеді. Сіз сол SMS-ке 3 күннің ішінде жауап беруіңіз керек. Мына SMS-те сілтеме болады. Мынандай: құрметті пәленши пәленбай, сіз мемлекеттік бағдарлама аясында жалдамалы пәтер сатып алу құқығымен осындай көшеде орналасқан, осындай қабатта орналасқан бір бөлмелі немесе 3 бөлім пәтерге ие болып тұрсыз. Сіз соны алуға рұқсатыңызды бересіз ба, я немесе жоқ деген жауабыңызды беріңіз деп сілтеме тұрады. Сілтеме мынау өркен нүкте отбасы кз сайтына жіберіледі. Дәл осы сайтқа ЭЦП кілтіңізбен кіресіз да, пәтер көңіліңізден шығып тұрса, мен осы пәтерді аламын деп ЭЦП кілтпен қол қойып, 3 күннің ішінде я деген жауап беруіңіз керек. Ұнамаса, жоқ деген жауап бересіз. Маған ол район ұнамайды, ол жердің бір жері, ол жерде балабақша жоқ, ол жерде жаңағы медицина мекемелері жоқ, маған ол жақ қиын болады, алмаймын десеңіз, жоқ деп жауап бересіз. Жоқ деп жауап берсеңіз, мына жерде үй кезегінде тұрғандардың арасынан келесі адамға хабарлама отбасы банк жібереді. Түсінікті да? Я деп жауап берсеңіз болды. Арғартай тағы да хабарлама келеді, пәтерді үлестіру басталады. Жаңа мемлекеттік мекеме тұрғын үй басқармасына барып, жалдамалы пәтер сатып алу құқығымен келісім шарт жасайсыздар. Аның ай сайынғы төлемдері әр өңірде әртүрлі. Астанада бір бөлме пәтер 15 мың теңге болуы мүмкін, күнкөріс деңгейіне байланысты. Тараз қаласында ол бір бөлме пәтердің ай сайынғы төлемі 10 мың теңге болуы мүмкін. Әр өңірде әртүрлі жаңағы келісім шарт жасалғанда сол жерде жазылып тұрады. Жалдамалы пәтер өмір бақи жалдап тұруға беріледі. Сатып алу құқығымен. Кейін жағдайыңыз жақсарып, жақсы бір жұмысқа тұрып, әл ауқатыңыз жақсарып қалған кезде сол пәтер құнының, жалдамалы жаңағы келісім шартта жазылып тұрады пәтердің құны. Сол пәтер құнының 30% алғашқы жарнасын салып, қалған соманы 10-15 жылға бөліп төлеу қарастырылған. Сөйтіп пәтерді толығымен сатып алғаннан кейін, оны өз артыңызға аударып алуға мүмкіндік бар. Ал ондай 30% алғашқы жарнаңыз жоқ болса, өмір бақи белгілі бір сомасын ай сайын төлеп жалдап тұра бересіз. Тағы бір ескертетін мәселе, осы үй кезегінде тұрғандардың арасында кейбір санаттар сол пәтерді тегін ала алады. Оны ЮГОВ сайтынан кіріп, қандай категориялар тегін алады, Google'дан жазсаңыз, түгел категория шығады. Ардақты ағайын, бүгінгі тақырып осы. Барлық үй кезегінде тұрған азаматтарға жіберіңіздер. Жалдамалы пәтер қалай үлестіріледі, сізге толық айттым. Ешкімге ешқандай ақша төлемейміз. Барлығы делдалсыз. Сау саламат болыңыздар.